Қайырлы күн тарих мектебі каналының тұрақты көрермендері, бүгін біз сіздерге Қарлұқ қағанатының саяси тарихы туралы видеомызды жалғастыратын боламыз. Қарлұқтар дербестікке ұмтылуы олардың ұйғыр қағанатынан бөлініп шығуына жеткізген болатын. 746 жылы Қарлұқтар Жетісуға қоныс аударды. Оған дейін 742 жылы Қарлұқтар ұйғырлармен бірігіп, Шығыс түрік қағанатын жеңеді. Нәтижесінде Монғолияда ұйғыр қағанаты құрылады да 745-840 жылдар аралығында өмір сүреді. 746 жылы ұйғыр қағанатынан жеңілген Қарлұқтар Жетісуға қоныс аударады. Әсіресе Қарлұқ тайпаларының мекені күш құдіретінен айырылғандығы туралы ертедегі Терхин жазбаларында Кляшторный былай деп жазады. Терхин жазбаларында ит жылы 3 Қарлұқ опасыздық жасап қашып кетті. Олар батыстағы Оноқ халқының еліне кетті деп көрсетілген екен. Түргештердің әлеуметтік руларының саяси билігінің әлсіреуін Шығыс Түркістандағы Қытай өкілдері де пайдаланып кетті. Тань әскерлері Соябты басып алады, Шашқа дейін жетеді, бірақ мұнда Қытайдың мүдделері батыстан өздерінің ықпал ерісін кеңейту мақсатымен келген арабтардың мүдделерімен қайғаш келеді. Қайшылықтың шиеленіскен тұсы 751 жылы екі империялық күш арасындағы шешуші Атлах шайқасының барысында шешілді. Нәтижесінде Тань әскерлері Қарлұқтар мен арабтардың біріккен күшіне қарсы тұра алмай, зор шығынға ұшырайды. Ибн әл-Асирдің мәліметтеріне қарағанда, Атлах қаласының түбінде 50 мың Қытай өлтіріліп, 20 мыңдайы тұтқынға алынған деген деректер бар еді. Тұтқынға түскен қолөнершілер Шашқа, Түркістан аймақтарына жіберіліп, сол жақта қағаз басу өнері мен жазу өнеріне меңгертуге тиісті болған еді. Енді 766-775 жылдары мынандай дерек айтылады. Билікті өз қолдарына алған Қарлұқтар Қытайдан төнген қауіпті жоюды ойластыра бастады. Олар Тараз, Ташкент қалаларын жаулап алған кездерін жақсы білетін еді. Атлах түбіндегі шайқасқа өздері де қатынасты. Сондықтан қауіп болдырмас үшін 766-775 жылдары Қашғарияны жаулап алып, шығыстағы шекарасын кеңейтті деп айтады. 840 жылы Білге Күл Қадырхан өзін Қарлұқтардың қағаны деп жариялайды. 9 ғасырдың ортасында Самани әулеті 840 жылы Испиджаб, Тараз қалаларын басып алады. Испиджаб оңтүстік Қазақстандағы ислам дінінің орталығына айналады да Тараз қаласында мешіт салдырады. Саманилерге қарсы күресті жүргізген Білге Күл Қадырханның ұлдары Базар Арслан мен Оғыл Шақ боп есептеледі. Үлкен ұлы Базар Арслан хан Баласағұн аймағын, ал Оғылшақ Қадырхан Тараз аймағын билейді. Жетісуда Қарлұқтар өздеріне бағынышты жерлердің шекарасын одан әрі кеңейте береді. 766-775 жылдары Қарлұқтардың бір тармағы Қашғарияны басып алады. Ал 8 ғасырдың аяғында олардың басқа бір тобы Ферғанаға өз ықпалын таратты. Бұл оқиғаларды бейнелей келіп, Әл-Марвази былай деп жазады. Қарлұқтар бұрын Тулис тауында тұрды және 9 оғыздарға құл болды. Мұнан кейін олар өздерінің билеушілеріне қарсы көтерілді, түргештердің елін жаулап алды. Ал ол жерден мұсылман елдеріне қарай жылжыды деген дерек келтіреді. 10 ғасырда Тараз билеушісі Оғыл Шақ қаған уақытша Қашқар қаласына кетеді. Ал олардың ақсүйек шонжарлары екінші астанасы Баласағұн қаласында тұрады. 940 жылы өкінішке орай Қашқардың түрік билеушілері Қарлұқ қағанатын құлатады. Оның орнына
942 жылы Арслан ханның баласы Боғра хан Қарахан мемлекетін құрады. Қарлұқтар ислам дінін қабылдап, сол жерге ең үлкен мемлекетін құрастыра бастайды. Енді Қарахан мемлекеті туралы деректер дамыған орта ғасырлардың еншісінде қалады. 942-1212 жылдар аралығында батысы Жетісудан Испиджабқа дейінгі, шығысы Шығыс Түркістандағы Қашқарға дейінгі, сонымен бірге орталығы Баласағұн қаласын Қашқар қаласы болған Қарахан мемлекеті дүниеге келеді. Енді осы уақытқа дейінгі ерте орта ғасырлардағы мемлекеттерді атап өтетін болсақ, ең алғаш Қазақстанның ұлы дала төрінде түрік қағанаты мекен етеді. Түрік қағанаты екіге бөліп, ұлы дала төсіне батыс түрік қағанаты келіп орналасады. Батыс түрік қағанаты жойылғаннан кейін дулулар мен нушебилердің арасындағы дулулар күшейіп, Түргеш қағанаты құрылады да, Түргеш қағанатының орнына Жетісу жерінде Қарлұқ тайпасы келіп орналасқан. Қарлұқ тайпасының нәтижесі ыдырап, Қарахан мемлекеті дүниеге келеді. Яғни осы бір ғана Жетісу жерінде бірнеше мемлекеттердің орын алмастырғаны белгілі. Сонымен бірге Суяб қаласы тарихи орталық Астана ретінде тарих бетінде қала бастайды. Осы уақытқа дейінгі мемлекеттердің қоныстану мен ыдырау уақытын салыстыратын болсақ, барлығына ортақ бір ғана себеп бар. Мемлекет ішіндегі алауыздық, билікке талас және сыртқы күштердің басымдығы мемлекеттің ыдырауына әкеп соқтырды. Келесі видеомызда сіздерге Оғыз мемлекеті туралы ұсынатын боламыз.